6 жасқа толған балаларға арналған фильм. Әлемнің екінші ұстазы болған ғұлама бабамыз Әбу Насыр әл-Фараби балалық шағында әкесі сияқты үлкен азамат болуды ойлайтын. Ал ең басты арманы әкесі Мұхаммад Озлах сияқты ғаламды жамандықтар мен арамдықтардан қорғайтын алып әрі ер жүрек батыр болуды армандайтын. Өзін табалаған, түрлі ұшқындарымен мақтанған достарының алдында ұшқынын тауып келген кезі де көзіне елестеп, сол сәтте ерекше рухтанатын. Десе де өзі қалап батыр бола салу ол ойлағандай оңай емес еді. Себебі бала Әбу Насыр батырлық ұшқынын әлі де табалар емес. Әкесі де ұшқынын таппаған ол үшін алаң қақты. Отағасы, сізге не болды? Отырып шай ішіңіз. Біздің ол ұшқынын әлі де таппапты. Соған құласып тұрмын. Отағасы, Әбу Насыр 8-ге жаңа толды ғой. Әлі де табар бұйырса. Зергер бола мекен, саудагер болар мекен, әйтеуір жақсы азамат болып өссе болды. Жоқ, Әбу Насыр елін жауға бермес батыр болады. Танатай әулеті Оғыз маңындағы ауылдарды шауып кетіпті. Ертең сол қара жаудан кеткен кегімізді қайтармаққа әскерімді жиып жолға шығам. Соған Әбу Насырды ерте кетем. Ойбай, не дейді отағасы? Ол әлі бала ғой. Ештеңіз жоқ. Сол жерден ұшқынын табады. Баһадүр болады бұйырса. Хоп, хоп, хопа, хоп, хоп. Бекзада, сіз әлі төсегіңізден тұрмағансыз ба? Бекзаданың қолы бос емес, ол кісі майдан шебінде. Солай ма? Хоп. Тұрыңыз, Апа. сауыт сайманыңызды киіп дайындық қылайық. Әкеңіз сізді соғысқа кетпекші. Баһадүр деген осындай ақ болсын. Иә, Бекзадам, майдан шебінен ұшқыныңызды тауып, шын батыр атанып келіңіз. Әкем секілді ұшқынымды соғыс алаңынан табам. Хоппа. Тоқтай тұр, балам. Ақсақал? Соғыс майданына асығып бара жатырсың ба? Иә. Бос өрі болма. Ұшқыныңды ол жақтан таппайсың. Ал сөзімен аңсаң, ұшқыныңның қайда екенін мен дәл білем. Жоқ, мен ұшқынымды соғыстан ғана табам. Әкем сияқты батыр болам. Кеттім мен. Балам. Ұшқыныңды соғысты емес дейді? Кім оны айтқан? Әуселесін мен көрейін. Осында тұр деп едің ғой. Қайда кеттің? Білмейм, осында болған. Балам. Садағың дайын ба? Дайын әке, міне. Қызара батқан күнмен таласып, Озлах бастаған қалың әскер шебі найза қылышын асынып ұрысқа, соғысқа аттанды. Майдан шебінен ұшқынын іздеген Әбу Насыр да әскер қатарынан бой көрсетті.
Осы сапар оның бойына ерекше қуаныш сезімін ұялатып, езуі жиылмай барды. Арманы соғыстан батыр ұшқынын табу болады. Ұзлақ бастаған әскерге жау ауылының шеті көрінгеннен ақ бұйрық соғылды. Шабыңдар! Қуанышы қойнына сыймаған Әбу Насыр да қолбасшы әкесінің бұйрығына үн қосты. Е, шабыңдар! Соғыстың әлқиссасын садақшылар бастап, кейіннен ауылға өрт қойылып, қарғын басталды. Қарсыласқандарды жазалап, тұтқындарды құлдыққа жегіңдер. Құлдыққа? Жарайсыңдар, сарбаздар. Олжамызды жинап, отырарға қайтайық. Қолбасшы! А? Қолбасшы! Әбу Насыр майданда жоқ. Көргендердің айтуынша қалаға қарай кетіпті. Аман сау дейді. Шын соғыстың мәні қан мен қасірет, бақытсыздық пен аяусыздық, жетім мен жесір екенін бала Әбу Насыр енді түсінді.